Бәріне сәлем достар, сіздермен бірге мен Мадияр Пернебай және де мен Мұхтаров Қайыржан. Достар, бүгін бізде өте керемет контент болмақ. Бұндай контент тіпті қазақ блогер арасында болмаған, бірақ мен байқағанымша ойын түсіретін, GTA түсіретін арналарда бұндай челлендж бар. Ал олай болса досым, көреміз в реальной жизни. Мен дайынмын, сен дайын болсаң. Ендеше достар, экраннан жайғасып отырыңыздар, біз бастаймыз. Кел. Жалпы достар, толығырақ түсіндіретін болсақ, бұл челлендж қазақ GTA түсіретін, қазақша GTA түсіретін арналарда көргем. Дәл сол видеоны, дәл сол контентті маған Қайыржан. Мен яғни бұл видеоны шын өмірде түсіріп көрейік. Жалпы қызық контент болады деген оймен Мадиярға бастайық түсірейік деген ұсыныс жібердім. Сол былай ойланып қарасақ, қызық сияқты. Өмірде қалай болады, ойында қалай, өмірде қалай болады. Былай қарап тұрсақ, екі түрлі нәрсе. Жер мен көк дейді. Бірақ кішкене қиындау болатын сияқты негізі. Ал сол шын өмірде қалай болатынын бірге көретін боламыз. Ендеше достар, лепілдеріңізді аямай басып отырыңыздар. Біз бастаймыз. Жалпы қалай болады? Қазір осы экспоның алдына бастау алып, біз бір микрорайонға барып, мен тығылатын болам. Сол жерге Қайыржанның іздеуіне 20 минут уақыт беріледі. Тығылуға қанша минут? Солай кетсек. Тығылуға 5 минут, 25 минут вообще кете ма? Мен қазір сен кетесің, мен секундомер оқып қоямын да 5 минут санаймын. 5 минуттан кейін сен шыға бересің. Ең бастысы достар, бұл жерде іздеген кезде досым көліктен түспейсің. Көліктен түсіп, анау мен машинам кішкентай ба, кішкентай жерге тығылып қалып, сен симай қалған кезде түсіп, бізде жоқ та, короче. Болды. Ал олай болса достар, сізге сәт, біз бастаймыз, кеттік. Алдымен мен тығылатын болам. Қайыржанға 5 минут уақыт беріледі. Қазір мен 5 минут ішінде тығылып болам, 5 минуттан кейін Қайыржан іздеуге шығатын болады. Тяу дейтін музыка тиктокта ауру болып тұр кәдімгідей. Достар, егер де дәл осы видео сіздердің көңілдеріңіз шығып жатқан болса, екінші бөлім түсіруге тырысатын боламыз. Жалпы оның машинасын табуға оңай болатын сияқты деп ойлаймын, себебі серый волк дейді, бамперін ауыстырып тастаған, шетінде наклейкасы бар. Енді ерекше приора да ода. Менің машинам ерекшелігі жоқ. Бәрінікімен бірдей 55 камера, сондықтан маған жеңіл болады, оған қиын болатын сияқты деп ойлаймын. Бірақ бір но бар. Ол тығылатын микрорайон оның үй жағы. Так что ол жақты менен көбірек біледі. Сондықтан егер ұтылып қалып жатсам, себебі сол болуы мүмкін. Ал достар, разворот алып келіп жатырмыз. Өзіміздің районға кіріп үлгердік. Енді маған срочно тығылу керек. Так, мына жерден оңға қарап кетейік. Ал Қайыржан уже 5 минуттай уақыт өтіп кетті деген ойдамын уже. Қайыржан іздеуге шыққанша нақылында. Достар, басталды. Іздеу жан-жағыма енді дұрыстап қарау керек. Себебі Мадиярды білесіңдер, шустрый. Международный Назарбаевский школа бар. Дәл соның қасында односторонний жол бар. Бұл жерде негізі көптеген машиналар жүре бермейді, менің ойымша. Қайыржан бұл жолды білмеуі де мүмкін. Mitsubishi Pajero-ның қасына жай қойық. Явно Қайыржан іздеуге шығып кетті уже. Бұл жерде негізі односторонний жол, сол себептен ол машинасы қазір арқа жақтан келеді. Мен арқаны нөмірін танып қоймау үшін артқы машинаға кішкене тақап қойық. Ал енді Қайыржан бауырым смело келе берсейші. Енді оны күтейік. Бірде-бір приоры жоқ бұның тұрды. Біз кетік ары-қарай іздейміз жаңағы. Таппағанша қоймаймын, мен табуға сөз беремін. Біздің шарт бойынша үйдің сыртында тығылуға болмайды. Бірақ Мадияр нау көшені жақсы білгеннен кейін оның жаңағы бір құпиясы бар деп ойлаймын. Өзім шақырып алып өзім күн отырып қойған ертең. Оның тең өтіп қалсам қастан. Қайыржан досым қайда екен? Осы мен негізі өмірде ең жек көретін күту ғой. Ертең мына жердегі 20 минутта мен егер жеңіп, ол мен таба алмай қалатын болса, 10.000 теңге менің емшімде. Жалпы менің ойымша Мадияр қуысқа кіріп кеткен сияқты бар ғой, паркингтің түсетін жері сияқты, бірақ паркингтің іші емес. Біз үйдің жартысын көріп тастадық жаңағы 6-7 минуттың ішінде. Жалпы менде негізі осындай план бар. Мадиярды көргеннен кейін жанынан өтіп кетіп бір рет байқамағандай кішкене оны қуандырып қойып бар ғой. Артынан жаңағы қайта өтіп солай, короче, келіп. Опа, достар, таптым. Так, достар, что-то Қайыржанды көріп тұрмын мен. Ё-май, бұрылайын деп отыр. Бұрылма. Шынында қасынан жақта көрініп тұрады жалпы. Мадиярова деп ойлаймын. Бұрылды, Қайыржан бұрылды. Тыныш. Ё-май, Қайыржан тауып алды ғой. Ё-май, салам алейкум. Типа таппағандай өтіп кетейін да, короче. Сосын, короче, қуанып қасында.
сөйтіп артынан қызып айналып келем ба, алдынан келем ба. Сол мадиардың өзі. Таптық достар. Өтіп кетті. Қайша өтіп кетті қасынан. Базар жоқ. Тығылдым мен, базар жоқ. Өтіп кетті. Қайша көз алдымнан өтіп кетті. Ема! Не деген эмоция бұл? Қайда кетті Қайыржан? Бірақ нөмірін қарамадым, бірақ қара 55-ка. Походу Қайыржан. Нөмірін қарамадым бірақ. Кәз. Может Қайыржан емес, бірақ қайдан білейін? Бір айналып келейік жарайды. Кішкене қуанып отырсын. Кішкентай бала сияқты. Достар өтіп кетті, әнімін деп. Надан кейінгі 3 машинадан кейін отыр. Дәлөшеден көлік былай тек қана былай ғана жүре алады өзі. Арандар ана жіп қартын тығылып алған үшін сері жүріп тұр болсын қартын тығылып алған. Тек қана көлік. Опа, тағы бір 55 келіп отыр. Ё-мое. Ё. Бұл жолы точно Қайыржан. Типа байқамай отырғандай бар ғой. Өзінше бүйтіп байқамай отырады ғой, короче. Таптым дейсің ғой. Еще типа мен көрмей отырғанын қараңдар бір. Ё-мое, көрді, тоқтады, қасыма тоқтады. Қуанып қалмадың өтіп кеткенде? Өтіп кеткен кезде қалай қуанғанымды. Короче, алыстан ашты бұрылып жатырмын да. Машинаға қарай дискісіне көріп қоямын ғой, жаңа сен екенің ше. Базар жоқ, таптың. Ал ендеше мен тығылатын боламын. Мен тығылайын да? Ойбай. Қайыржан тығылады екен. Сен тығыла бер дегенсің да? Так, достар, бұл жерде ақшаны алу үшін кім жақсы тығылып, онан тауылмай қалатын болса, 10 000 теңге жеңіп алатын болады. Мен шансымды құртып алдым, әрине 10 000 теңге жеңе алмай қалдым. Енді досым, сенің шансың. Родной? Осы ақшаны бәрін кім береді? Білмейсің бе? Олар әрине төмендегі бекітілген сілтемедегілер. 9 декабрь Ювентус Барселона ойнайды. Достар, мен Барса екенін білесіңдер. Өткенде есіңде ме? Ювентус Барса деп тағы да? Мен айттым ғой, Барса ұтады деп. Барса ұтып кетті ғой. Бұл жолы Ювентус досым, конкретно кел. Кел, спорласақ. Роналдо түседі бұл жол. 10 000 теңге кеттік. Все, давай. 20 000 болсын, давай кеттік. Давай. Ал достар, сіздер қай командада ойлайсыз? Роналдо или Месси? Төмендегі бекітілген сілтемеге кіреміз. Мади деген промокод теріп тіркелсеңіздер, сіздер біздің арқамыздан сіздерге 65 000 теңгеге дейін бонус береді. Давайте бонустарыңызды алып үлгеріңіздер, орындар өте шектеулі. Ал біз жалғастырамыз. Ювентус ұтады досым. Осыдан қара. Ойындағы екі жері бар. Бірақ қай жері кішкене уверен екенін білмей тұрмын. Біріншісі мектептің территориясы, екіншісі ең соңғы жағындағы Арман қаладағы жаңағы двор. Лайықты орын болмай тұр. Себебі бәрі қазір жұмыста, ауланың бәрі ашық, бәрі көрініп тұр. Жалпы Мадиарға мен табу кішкене қиындау болады, өйткені мен қазір жүріп бара жатып көріп жатырмын да, қара камрилар өте көп. Өте көп. Сондықтан қазір Мадиарға кішкене қиындау болады деген ойдамын. Так, жақсы орын таптым. Бірақ саналама білмеймін, өйткені біз жалпы келіскенбіз, үйдің сыртына болмайды. Бірақ бұл үйдің сырты емес. Қараңдар, үйдің сыртына әлі бір 2-3 метрде бар екі жақтан да. Сендер қалай ойлайсыңдар? Мен дұрыс істедім ба, дұрыс емес істедім? Ал достар, олай болса біздің іздеуіміз басталды. 20 минут уақытымыз кетті. Ал іздейік. Арман қала районға кіретін боламыз. Так, достар, оның жаңа айтқан әңгімесіне қарайтын болсақ, ол значит Арман қаланың арғы жағынан айналып келіп бір тығылатын орын тауып алды. Қазір мына жерде де бір тығылатын жерлер бар негізі. Мына жер тыныш. Қайыржан көрінбейді. Қайықта екен Қайыржан, қайықта тығылып отыр екен. Жалпы там деген ойдам. Машинаны өшіріп қоя салайық, паралар жанып тұрмасын. Жеңіс біздің қолда деп ойлаймын негізі. Шота достар, ол бар ғой. Арман қаланың мектептің арғы жағына кетті ол. Стоп, добы гарантия беремін. Негіз достар, Toyota 55-тер көп екен ше районда. Бүкіл қара ғой шо. Әрқайсысын көріп Қайыржан деп ойлап қала бересің. Так, мына жерде емес пе екен? Мына жаққа кіріп көрейікші. Мына жақта емес пе екен Қайыржан? Қайыржан мына жақта емес пе екен? Так, мына жерде де бірдей қара 55 тұр. 727 ККК дейді. Біз қазір Назарбаевский школаның паркингіне өтіп бара жатырмыз. Негізі мен дұрыс тығылмадым деп тұрмын негізі. Бұлар қазір Мадиярды таппай қалатын сияқты. Тез локация ауыстыру керек болып тұр, Мадияр келіп қалмағанша. Өте асығыспын. Себебі мен уақытымды жоғалтып алдым. Ал Қайыржан. Toyota 55-50 дейтіндер ше, жетеді ше. Бәке, ойлаңдаршы, мен іздеп жүрмін, Қайыржан өзі алдымнан сюрприз болып шықса. Тұратын жермен жақындап қалдым, Мадияр көрінбейді. Болды. Жалпы бұл ашық жер, бірақ
Айдың ойыннан келмейтін жер да. Не кәдімгідей тығылып қалған ғой, не Қайыржан? Алло. Досым, Чё там? видеоды бастадың ба? Іздеп кеттік. Қанша минут болды бастағаныңа? Жалпы уақыт біліп отырайын деген ғой. Қара Тойоталарды іздеу қиынға соғып жатыр маған досым. Жаңа айтып кеттім видеода. Мына жерден екіден алып өтіп барады мұшы. Менде тағы да қанша минут шансыз уақытым бар, көрейік. 12 минут уақытым бар. Ол мен жаңасы 12 минут уақытта тауып алған болатын. Примерно 10 минутқа жуық кезде. Мен де қазір сол уақытта болмасам. Так, ал олай болса, жаңағы мен тығылған односторонный көшеде жоқ. По-любому жоқ бұл жақта. Былай жүріп көрейік. Шлагбауны ашық тұр мына двордың. Ал мына дворды керек. Ана жерде бір оталып тұрған Toyota 55-ті көріп тұрмын. Ал Қайыржан ұсталдың ғой деймін, иә? Ай, Қайыржан, ұсталдың ау деймін, Қайыржан. Йо-май, ол емес. Өстіп қуанып келетасың ше? Енді біз қазір Арман қала 3-тің алдынан жай тексеріп өтейік. Йо-май, Қайыржан, қақай етіп қойғасың, Қайыржан. Анан кәдімгідей іздеу қиын қыз болып отыр маған. Қайдеңіз бастап кетті ол, бірінші мен іздеймін деп, ол зато өзіне тығылатын жер іздеп тауып алды ол. Қай жерде тығылып отыр екен ол бала. Оппа, достар. Уақыт. Таба алмадым. Өкінішке орай таба алмадым. Досым, уақытың бітті ғой. Я, білем досым, уақыт біткенін. Қай жақта тығылып тұрсың? Айтшы, мен көрейінші қандай жер екен. Мектеп бар, мектептің стоянкасы ше? Сенің үйің арты. Мектептің стоянкасы? Парковкасы бар ғой. Йо-май, мен жаңа ол жерден өттім ғой мен. Қалайша мен ана мектептің территориясына мен кірдім, әдейі кірдім. Қалайша мен ана мектептің территориясынан көре алмай қалдым. Отылды. Ой. Йо-май. Жоқ, мен бағана мына жерден өткен кезде жоқ еді. Мен жаңа мына жерден өткен кезде жоқ еді. Ал құтты болсын отылғаның. Досым, құдай ақ бар қойшы. Мына жерден өткен кезде жоқ еді, досым. Брат, осы жерде отырдым, серьезно айтамын. Артында камера тұрды, мен отырдым. 727 ККК-ны көрдім, бірақ мынаны көрмедім, досым, сен жоқ едің. Точно баста отырған жерде отырсың ба? Мен айтып тұрмын ғой, ана жаққа бардым да, 2 минут отырдым да, осы жаққа келдім сразу. Мен бірінші осы жерден өттім ғой, значит мен мына жерде өткен кезде болмадың да. Мен айнақ кеткен кезде айналып келіп қалғансың ғой. Білмеймін, брат. Досым, болмайды. Мен осы жерден жылжыған жоқпын. Досым, ол танымайды, жоқ. Сіздер айтыңыздаршы. Жоқ, сіздер айтыңыздаршы. Жоқ, шынымен досым, қарашы. Мен мына жерден өттім, досым. Мен өткенімді көрдің ба? Запись экранында бар ғой, видео несі бар ғой, қандай минутта өткен. Иә. Содан көрейік. Болды. Мен мына жерден өткенімді көрдің ба сен? Жоқ, көрген жоқ. Мен Вот именно көрмедім, досым. ба? Иә, мына жерден өттім мен. Мен көрмедім. Вот именно сен көрмедің, досым, көрдің ба? Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Мен мына жерден өттім, Қайыржан болған жоқ. Ол айтып тұр. Мен баста ана жерде болып, сосын мына жаққа ауысып келдім дейді. Өйткені просто ана жақта жүр көрсем қайда болған. Жоқ, оны қоя бер, түсініп тұрмын, досым. Баста бір орынға тығылдым ба, до конца тығылуым керек қой, болмайды ғой қашып жүруге. Мен ойладым, мына жерден өттім, сен жоқсың, болды, мен жоқ деп ойладым. Мен 20 минут короче, осы жерде отырдым. Ештеңе ойнайын короче, оттық қой достар жеңіс бізді. Ё-моё. Давай былай істейік, досым. Сенікі де емес, менікі де емес, оқырмандардан сұрайық. Мен конкретно алмадым 10 мың теңге. Ал сенің 10 мың теңге алар алмасыңды оқырмандардан сұрайық. Сіздер не дейсіздер? Қайыржанға 10 мың теңге берілсін ба? Комментарияға пікірлеріңізді жаздырыңыздар, кейін мен келесі видеода жібергенімде отчет ретінде көрсететін боламын. Ал жалпы достар, 2000 теңгесі комментарияда атайлы бәрі я деп жаза бер дейсің ғой, иә? Жарай, 4000 теңге, 1000 теңгені 4 адамға ойнатып жіберем. Өзім жазамын комментарийін таңдап бар ғой, ойнамаңдар достар. Ал достар, осылай бүгінгі біздің контентіміз аяқталды. Егер көңілдеріңізден шығып жатса, дәл осы видеоға 17 мың лайк болса, келесі бөлім шығаратын боламыз. Шығарамыз ба? Біз өте қызық екен. Кайф, бір адреналин бар ғой. Айтамын ғой. Ана көріп өтіп кеткен кезде қойшы. Мен түсіндім, адисті. 2 көлік емес, 5-6 көлік болатын болады. Ол кезде ол кезде район үлкенірек болады да, район үлкенірек болады. Иә. Негізі қызығырақ екен, бұл бізде бірінші рет болып отыр. Яғни айтатын болсақ, ойын түсіріп жүрген адамдардың жасырын ізде деген челленджі бұл негізі. Өте керемет. Реальный жизни ғой. Ал осы достар, лайктарыңызды аямаңыздар, ардаңға жазыңыздар, комментарий керемет пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ал достар, сәттілік, бізбен бірге болыңыздар. Комментарийға жазыңдар, 4 конкретно ойнатып жіберем бар ғой. Конкретно ойнатамын. Честно айтыңыздар, шынымен. Ал осы достар, біз сіздермен қоштаспаймыз. Жай ғана келесі кездескенше аман сау болайық. 4 теңге достар, 4 теңге.